Бір жолға зейнетақы төлемдері арқылы отбасы банктегі депозитті толықтыру бейне нұсқаулығы. enpf-отбасы.kz платформасына ECK арқылы кіріңіз. Содан кейін бір жолға зейнетақы төлемдерін қолдану тәсілін таңдаңыз. Меншікті қаражат әлде туысына табыстау. Енді одан әрі жинақтау үшін тұрғын үй құрылыс жинақ ақшасына салымды толықтыру мақсатын таңдаңыз. Қаражат мөлшерін көрсетіп, жеке табыс салығын ұстау және аудару сомасын көрсетіңіз. Өтінімді қалыптастыру батырмасын басыңыз. Пайда болған жаңа бетте бір жолға зейнетақы төлемдерін аудару туралы өтінімге және жеке табыс салығын ұстау туралы өтінімге қол қойыңыз. Барлық құжаттарға қол қойылғаннан кейін отбасы банкіндегі арнайы шоттың бар жоғы тексеріледі. Тексерілу уақыты 1 жұмыс күнге дейін. Ары қарай, берілген тізімнің ішінде зейнетақы төлемдері аударылатын салымды таңдаңыз. Депозитті таңдау батырмасын басыңыз. Өтінімді жіберу батырмасын басыңыз. Бұдан әрі, сізге бір жолға зейнетақы төлемдерін отбасы банкіндегі депозитке аудару туралы келісімге қол қою қажет болады. Құттықтаймыз, өтінім сәтті түрде жіберілді.